бізге сондай үлкен атақ берілді. Бұл сырдағы ең биік спортқа берілетін үлкен биік атақ. Осы спортшылардың спорттық мансабы біткеннен кейін өмірге бейімделуі үшін біздің қоғам, біздің үкімет не істеуі керек? Екі адамға қиянат жасалды. Біреу Ғұсман Қасановқа, біреу Шемил Сейреков. Екеуі де асылы өлген адамдар. Токио Олимпиадасына қатысайын деп тұрып, алдыңызды кескен екен. Менің орныма өзінің жиенін Савчукты қосып қойды. Өмірін спортқа арнап, белгілі бір нәтижеге кішкене ғана жетпей қалған, бір еленбей қалған азаматтар өте көп. Оны өлгеннен кейін әйел ойлайды, бұрынғыдай ақша жоқ, айқай шығарады, андай-мындай. Белгілі марафоншы азаматымыз бар. Сендер Жыланбаевтың кім екенін білмейсіздер. Қазақстанның календарында, Қазақстанның несінде марафоншы болды деген Жыланбаев дейтін болған жоқ. Сондықтан бұл дейтін жасап жүрген бір пиар. Күлтөбе подкаст. Күлтөбеде күнде жиын. Берікбол Төлегенмен. Армысыз құрметті көрермен, сіз Күлтөбе YouTube арнасын көріп отырсыз. Күлтөбеде күнде жиын жасап, келелі сұхбат құратын журналист Берікбол Төлеген. Ақмышта туып, ақшта озған Әмин Тұяқовтың есімі ел спортының тарихында мәңгі сақталары сөзсіз. Шашасына шаң жұқпаған желаяқ 60-шы жылдары күллі әлемді аузына қаратты. 100 және 200 метрлік қашықтықта КСРО-ның бірнеше дүркін чемпион атанған ағамыз ғасыр бәйгесі атанған Америка мен КСРО спортшыларының жарысында да 4 тұяғын төс құрған тұлпардай оза шапты. Бүгін біздің құрметті қонағымыз даңқты спортшы, КСРО-ның бірнеше дүркін чемпионы, Еуропа чемпионы, атақты желаяқ Әмин Тұяқов ағамыз. Әмин аға, бүгін шаңырағыңызда қонақтамыз. Сізді қош көрдік. Қал жағдайыңыз қалай? Рахмет. Осындай кездесу жасап жатқандарыңызға рахметімді айтқаннан басқа ештеңе жоқ. Адам үлкейген сайын жастармен кездескісі келеді, андай-мындай болады. Сондықтан келіп осындай интервью жатқандарға көп рахметімді айтамын. Жақсы. Әмин аға, енді сізді өзіңіз айтқандай аға буын жақсы етене таныс болғанымен, қазіргі жастар көп тани бермейді, оған насихаттың жетіспегендігі деп білеміз. Бүгін сол өзіңіздің аузыңыздан, өзіңіздің жетістіктеріңізді естісек, себебі бұл бүгінгі өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ үшін бір хатталып қалатындай, мұрағат болатындай дүние. Рахмет. Мен мынау Қазақстанның бір батыс жағындағы жетіндегі Маңғыстау түбегінде өмірге келген адам. Енді мен сіз енді мұнда келген уақытта мені спортшы болғаннан кейін кездесіп отқан болармыз. Мен еш уақытта үлкен спортшы боламын деп ойлаған жоқ. Әркімнің басына берген бір бақыты болар. Сол жағдайыма байланысты жақын жердегі Гурьевтегі болған институтқа оқуға түсіп, сонда сол жерде жұмыс жасауға келген бір дәрігер әйелдің қарауында тренировка жасап, сол енді спортпен айналыстым. Сол арқасында ары қарай жалғаса берді ғой. Жақсы, Әмин аға, енді сіз КСРО-ның 6 дүркін чемпионысыз, біз енді сізге келетіннің алдында әртүрлі деректерді қарадық, бірақ сіздің жетістіктеріңіз туралы әркім әрқилы жазады. Сондықтан бүгін өзіңіздің аузыңыздан бір кейінге шегініп отырып, өзіңіздің аузыңыздан жетістіктеріңізді естісек. Бұл енді жаңа айтып кеттім ғой, үлкен спортшы боламын деп ойлаған жоқпын. Сол институт бітіретін жылы Буревестің қоғамының біріншілігінде Одессада өткен үлкен жарыста жеңіске жеттім. Сосын спорт мастер нормасын орындадым. Солында мені көргеннен кейін мені армия қатарына шақырды. Армияны қатарына шақырғаннан кейін Ленинградта дейміз, қазір Санкт-Петербургта үлкен жарыста армияның біріншілігін өттім. Сол біріншілікті көруге СССР құрама командасының басшысы Коробков дейтін келген екен. Сол кісі мені көргеннен кейін сол бойда мені СССРдың
сіз сырдың құрама командасына қабылдаймын. Сіз енді мына еліңізге бармай ақ қойыңыз, қазір келіп Москваға келіңіз деді де, мені сол Мукачево дейтін жерде өтіп жатқан мына спортшылардың сборында соған алып кетті. Міне содан кейін 60 жылдың аяғында сөйтіп мен Москвадағы спорт клубта мүше болып, соны Токарев Борис Сергеевич дейтін сырдың бірнеше дүркін чемпионы болған, рекордшысы болған, сол кісінің қарауында тренировка жасадым. Міне сол бастап, сол 61-ші жылдан қыстан бастап, сол қалдағаннан кейін 68 жылға дейін Страхор командасында мүше болып, соған 65 жылы жалпы ол уақытта үлкен тек сырдың біріншілігі емес, Совет үкіметі мен шет елдердің үлкен жарыстары жиі өтетінді. СССР США, СССР Англия, СССР Франция, Кубок Европа дейтіндер, Европаның біріншілігі олардың чемпионатында өткен жоқ. Осындай үлкен жарыстар болады. Сондай 1965 жылы Киевте СССР США-ның арасында үлкен жарыс болды. Сонда біз эстафетадан, сол құрама командада Ғұсман Қасамов бар. 1964 жылы Токиода да олимпийский чемпион болған американың спортшыларын ұтып, сырдың жаңа рекордыменен көрсеттік. Содан кейін бізге, Ғұсман екеумізге, Николай Политикаға, Едвина Золинге барлығымызға сырға еңбегін сіңген спортшы шебер деген атақ берді. Шынын алып қарағанда бұндай атақ тек олимпийский чемпиондарға берілетін атақ еді. Сол уақыттағы саясатқа байланысты екендігін, біздің жаңа олимпийский чемпиондарды ұтқанымызға байланысты екендігін бізге сондай үлкен атақ берілді. Бұл сырдағы ең биік спортқа берілетін үлкен биік атақ. Сондай-ақ сол жылы Алматыда сырдың біріншілігі болды. Жеңілтелдіктерін. Міне сонда мен 1926 жылы жасаған өзімнің тренерімнің рекордын өзгерттім. Бұрын 20-9 болатын болса, мен 26-6-ға жүгіріп, сырдың жаңа рекордын ұйымдастырдым біздің орталық стадионымызда. Жаңа рекордымен. Міне осындай нәрселер, 6 рет сырдың чемпионы болдым. Осындай. Ол енді қай уақытта жүрген уақытта мен Москвада тұрған, бірақ мен барлық үлкен жарыстарда Қазақстанның атынан қатынастым. Енді Амин аға, сіздің есіміңіз де ерекше, әкеңіздің аты да, тегіңіз де, бұл елемес, тұяқ, Амин, осы бір есімдерде үлкен бір тарих жатқан сияқты. Осыған бір тоқталып өтсеңіз. Аялай, мынандай сұрақты сен маған осыны бірінші рет қойып отырсың. Шынында да тұяқ деп болған себебі менің үлкен атам Бабық, Бабықтың жалғызы Арыққұл. Қазақ ерте балдарын ерте үйлендіреді ғой. Сол жас болу керек, 16-17 жаста екен, 18 жаста екен. Үйленгеннен кейін ауырып қайтыс болыпты. Арыққұл дейтін біз үлкен атам. Іште бала қалған. Сондықтан атын тұяқ қойған екен. Ал енді қазақта әдет ғұрып бар. Ат қоюдың өзі. Сол тұяқтан тараған елемес пен едіге дейтін екі бала. Ал тіл өтіп кетеді де, бана болмағаннан кейін тұяқ іште қалған бала қалғаннан кейін елеусіздеу болсын. Ар жағында ел емес, ел емес деп қойған уақытта бұл керемет болып кетпесін, қай уақытта бір елдің азаматы болсын деп елеусіз болсын, ел емес деп қойған екен. Ал ел еместен кейінгі баланы сіздер барлығыңыз білесіз, едіге дейтін батыр болған, қазақ едіге деп қойған екен. Ал енді менің атым қойғанда өзі бір қыз нәрсе. Тұяқтың
інісі жаңағы тұяқтың шешесі енді ол уақытта әмеңгерлік болады ғой. Соған ана жаңағы үйге шыққан, соған шыққан атамыз Мүлкібай дейтін кісі жаңағы діни оқуды оқыған Бұхарада, сондай кісі еді. Сол мен бірінші немересі болғаннан кейін жаңағы менің атымды Әмин қойыпты. Енді мектепте оқып жүргенде ол уақытта біз қай уақытта совет үкіметінің несімен адамдарымыз ғой. Әмин деп неге қойды екен дейді, орыстың қыздары андаймындар атын сұрағанда Әмин дегенде Әмин сөзі басқаша жетеді. Көп ойланып жүрдім мен әуелгі кезде. Кейін оқып білгеннен кейін Әмин дейтін атақтың үлкен бір нәрсе екенін білдім. Оның ішінде кейінгі 90-шы жылдардан бастап, 90 жылдың басынан бастап мына құрама команданы басқардым. Көп шетелдерге шығамыз. Сол осы уақытта жалпы Қазақстанның спортшылары Азиядағы спортшылармен араластық, жақсы жарыстарға. Азияның біріншілігі дейтіндер бар, үлкен. Соған бір үлкен банкетте отырғаннан кейін аттарыңыз кім деді. Менің атым Әмин дедім. Әмин дегеннен кейін жаңағы Пәкістанда бір әйел отыр екен. О, мұсылман екенсіз ғой деді. Иә, мұсылманмын деп. Соған бір уақытта арақ келді ғой. Арақ келгенде кейін ана әйел ұшып тұр келді. Бұл кісі мүсілім. Бұл арақ ішуге болмайды деп жырылдап жылады жаңағы. Ал енді қай жерге барған уақытта жалпы Әмин дейтін атақтың оның кез келген адамға берілмейтіндігін, екен қазақтың ішіндегі қадірлі аты екендігін көріп жүрміз. Қазір ұялмайды, барлығын да айтамыз осы жүрген. Енді аға, бұл бір жауыр болған сұрақ болуы да мүмкін, бірақ дегенмен сұрап көрейін. Жүгіруге қалай келдіңіз? Осы сол жылдары болсын, қазірге дейін жалпы қазақ баласы күрес, бокс сияқты спортпен айналысады да, бірақ жүгіруге қатты бір ден қоя қоймайды. Сіздің сол Маңғыстау даласынан әлемді бағындыруға дейін қалай жеттіңіз? Біз енді ауылдың баласымыз. Енді сіздер білмеген менің аталарың барлығы біледі қиыншылықты. Ауылда өскеннен кейін біздің негізгі неміз әке шешемізге, ол енді әуел кезде әкелеріміз 5-6 армияға кетіп қалды, ол әкелеріміздің кім екенін білмейміз. Сол үйдегі шаруашылықтардың барында қозылақтарды андаймында біздеріміз көмектеседі. Сол екінші біздің үлкен спортқа келуіміздің бір нәрсесі, мен мектепке 5 километр жерден барып жүрдім қыста. Ал жазда 7-ден кейде 8-9 километрге дейін жерден. Таңертең ерте тұрамыз да, соған барамыз, кешке қайта үйге барамыз. Осының өзі дейтін жаңағы спортпен нетуге көмектескен болар дейміз. Ал енді мектептің жоғары кластарында оқып жүргенде әкеміз жылқы бақты, андаймынды, сондықтан олардың үлкен шаруашылығында көмектесіп, осылардың барлығы осы денсаулық. Ал енді біздің елімізде бір қызық нәрсе, қашпалап дейтін ойын бар. Сиырдың жөнінен доп жасаймыз. Мына американецтерде таяқпен ойнайтын бейсбол дейтін ойын бар, ұрып ойнайтын. Мен ойлаймын, интерес, ол жаңағы ауылдағы біздің қашпадауымыз сол бейсболдың бір жай түрі. Сызық, ар жақта шеңберлер бар, соған таяқпен ұрып жібересің, жаңағы доп құлағанша екінші дөңгелекке дейін жүгіріп баруыңыз керек. Сосын ойлаймын, апырмай, біздің қазақтың ішінде бұл қайдан келген? Бұл американецтердің ойыны біздің деп. Бұның да бізге мектептен қайтқаннан кейін андаймындай демалыс күндері қашпада ойнайтынбыз. Бірақ үлкен спорт дейтін ол жай адамның басына келмейтін нәрсе. Бұл адамның бойына беретін жылдамдық, қуат, жылдамдық дейтін ол адамның Құдайдың өзіне берілген қасиет. Соны мен 16-17 кіргенде жаңағы институтқа келіп түстім. Соны жаңағы орыстың әйелі барған екен, спортпен айналысатын. Сол жай группа жинап, сол балдар жинады. Егер сол әйел болмаса, мен спортшы боламын деп ойламаймын.
сол кісімен айналысып жүріп жаңағы үшінші разрядта ойнадым, екінші разрядта ойнадым, бірінші мастерді орындадым. Бірақ мен сияқты айналысқан балдар бар ғой, олардың айналысқан ештеңесі жоқ. Маған бұйырыпты сол. Енді сіздің жаңа айтып өттіңіз ғой, рекордыңыз 20-да 6-ға орындағансыз. Қазіргі спортшылардың да кейбір Азия чемпионатысында жарыстардағы нәтижесі соның ояқ бұяғында. Енді өзіңіз бақылап отырасыз ғой. Осы ретте сол сіздің нәтижеңізбен қазір де жүлде алуға болады деген пікірді де көп адам айтады. Әмин Тұяқовтың 60-жылдардың басында көрсеткен 10-2 секундымен, 100 метрдегі 10-2 секундымен 2013 жылғы Гуанчжоудағы Азия ойындарында бірінші орын алуға болады екен. Ойлап қараңыз. Арада 50 жыл өткенде Әмин Тұяқовтың жаңағы нәтижесін Азияның жаңағы аузымен құс түсірген жүйріктері Әминнен оза алмайды деген сөз. Сол кезде Әмин қарапайым майкамен жүгірді, қарапайым кедамен жүгірді, қарапайым жаңағы резеңке төсеніш жолда жүгірді. Ол кездің спидометр жаңағы секундомерлері қолмен басатын. Кеш басып қалуы мүмкін. Қазіргі электронды жаңағыдай қас пен көздің арасында сіздің жаңағы қимылыңызды бағып тұратын қазіргі электронды табло көзі жоқ. Немесе осы жерде екінші бір де пікір бар. Ол заманда технология кішкене кемшіл болуы да мүмкін, қолмен басқарды деген сияқты. Осы тұрғыдан не айтасыз? Ол менде өзімде таңғаламын, айналайын. Соны отырған уақытта кейде біз әйеліміз екеуміз үлкен халықаралық жарыстардың барын қараймыз, тыңдап отырамыз. Результаттарын тексереміз. Үлкен жарыстардың, қазіргі жүріп жатқан жарыстардың бәрін тексереміз. Соны алып баратын болсақ, өсіңі менің көрсеткен результаттардан кейбіреулері призерға да ілмей соған жақындар да бар. Енді оның барлығы шын алып қараған уақытта, сол уақыттағы адамның методика, тренировка жасаудың жолдары осы күнге қараған уақытта төмен. Сол уақытта жүріп біз сондай нәрсе көрсеттік. Осылардың барлығы жаңағы менің спортты жақсы көретін Қыдырбек дейтін едім бар, Рысбеков. Сол отырып алып тұрып таңғалады, өзі айтады. Ағамыздың қазіргі сол уақытта көрсеткен, қазіргі екінің бірі көрсете алмай жүрді. Енді оның қазіргі кезде, ол уақытта енді сол менің өзімнің спортпен айналысып жүрген уақытта неге мен ана орыстардан кем боламын? Мен бірінші барып өткеннен кейін ұттым жаңағы спортшыларды. Азолинді, Поликин, Прохоровский дейтіндерді. Соны ұтқаннан кейін жаңағы аузынан шыққан сөздер. Көрерміз ертең деді. Сосын көрерміз ертең деген не көретін ештеңесі жоқ. Мен сендерге өйтіп мен саған көрсетем дедім. Шында да көрсеттім. Азолин енді мәдениет жігіт еді. Жаңағы мен Ғұсманның жыл сайын 90 жылы қайтыс болды. 91-ден бастап мемориалдың жарысын өткіземіз. 91 жылы мен Москвадағы жолдастардың бәрін шақырдым. Осындағы спортшыларды жинадым, барлығын, атақты спортшылардың барлығын. Сонда Азолин айтқан ғой. Біз еш уақытта Ғұсман мен Әмин тұрған уақытта ешкімнен қорықпайтынбыз. Осы жігіт осындай еді деп. Енді Құдайдың бір көрген таланттары болар, әйтеуір. Сол өз уақытымызда соны көрсетуге, сосын ең ішіндегі айтатын нәрсе, еш уақытта мен өзімнің қазақ екендігімді, қазақтың намысын. Талай әр жерден естідік қой. Біреулер айтады, мұны басмач дейді, бәлен дейді, түген дейді. Талай рет аналармен ұрысып қалған кездерімізде болды. Бірақ біздің қазақ дейтін адамдардың жүгіретіндігін көрсеттік. Бір жарыста 6-шы орын алған кезіңізде Әбен Артықов деген азамат, сізді көріп, бір құрамаға шақырғандай болған екен, сол бір бапкерлердің көрегенділігі ғой, жүйрікті тай күнінен танитын. 1956 жыл бізді бірінші рет 56 ғой деймін, спартакиада народного болды. Сол уақытта спорт комитеттің бастығы
Мен Артеков дейтін кісі жұмысы. Спартакиада народа вестерге ол кісі мені командаға кіргізді. Нетіп, ол уақытта кіргізгенде мен кітапта жазған болуым керек. Орыстар бар, менен де артық. Бірақ мен де құрама командасында қазақ деп кіргізді. Сосын Артеков жаңағы Москваға бір 20-30-дай парадқа жүруге деп қазақ қыздарын апарды. Қазақтар көбейсін деп. Сонда апардым деп ол кісі жұмыстан қуып шықты, Артековты. Сол уақытта қазаққа жана баратын кісілер ғой, енді бір жағы спортшы болған кісі, оның орнына артында Ахметов дейтін болды, Каркен Ахметович. Ол другая история, ол кісі ол керемет еді. Сондықтан қай уақыттың ішінде мына қазақ үшін жана баратын адамдар бар. Соның біреуі жаңағы Артеков. Сол артынан ол кісіні жұмыстан артып тастады, оның орнына жаңағы оның баласы көп жылдар физкультурный институтта сабақ берді. Сосын бір қаяқ басқа жақ бір облысқа кетті ғой деймін. Бас бапкер болдыңыз федерациямызда. Сол өзіңіз бас бапкер болып тұрған кездегі нәтиже қандай болды? Тренерлерді, қазақ балдарын жинауға барлығында осындай. Енді біздерді асауына қазақ балдарын тарттым, бірақ қазақ балдарының тренерлерге де айттым, жаңағы сендердің осы жерде туғандарыңыз, тудыңдар, осы жерде өмір сүрдіңдер, әке-шешелерің. Сондықтан сендердің осы жерде туып өскен қазақтарды тәрбиелеу керек деген. Оны аздап разрядта орында үлкен нәтижеге жеткен балдар жоқ, бірақ насихаттауға жететін балдар жетті. Токио Олимпиадасына қатысайын деп тұрып, алдыңызды кескен екен, жолыңызды кескен екен. Осыған бір өкінішіңіз жоқ па? Осы сұрақ қай жерде алдыңнан шығады елейін. Себебі олар тұяқып осы жасқа келді. Өмірде өкінетін нәрсесі бар ма екен? Қуанатын нәрсесі бар ма екен? Жалпы өзі бұндай қандай адам? Неге деген? Үлкен сол 64-ші жылы салқын тиіп белім ауырды. Сол жердегі сол жылы менің ең негізі нететінім, мен сол сырдың құрама командасына кіргенім. Мен 3-ші орын алдым, 100 метрден кепті өткен жарысы. Кірді, закон основания. Сосын не керек, неден спринттен старший тренер, партиен дейтін дейтін кісі. Сол последний момент менің орныма өзінің жиенін Савчукты қосып қойды. Енді менің ол жердегі нәрсем, ол уақытта мен жаспын, кімнің не екенін білмеймін, қалай айтатынын білмеймін, жалып жасап, андай-мындай жасап, маған қиянат жасап жатыр деген андай-мындайларды жүгірмеппін. Артынан ойлаймын ғой енді, неге мен осыны нетпеді екенмін. Себебі бұл осындай нәрсе сұрақтың қартайған уақытта алдынан шығатынын ойламағаным ғой. Бірақ келесі жылы менің өте жақсы жүгірдім, керемет. Сол арқылы менің жақсы екінші этап дейтін эстафета жүгіруді основной этап. Ең көп жүгіретін. Ол жерде сен 100 метр жүгірмейсің, 140-150 метрден астам жүгіресің. Себебі алдын жерлері бар. Менің жақсы жүргенім арқасында сол жылы мен рекорд союзы қойдым. Міне осындай өмірде бір қиянаттың бағытындағы. Енді Шамил Сериков дейтін енді Құдай Алла Тағала Құдай берген нәрсе ғой. Ал бұның тағдыры не? Бұл өзімізді күтпегеннің кесірі. Шамил Сериков сияқты осындай жағдай кез келген спортшының басына түсуі мүмкін. Енді спорттың, мен айтып жүрмін, спортшының екі өмірі бар. Біреуі бақытты өмір. Ол жаңағы керемет атағың бар, сенен басқа адам жоқ, айналаңда жиналады, көпшік қоятын, андай. Соған сенен артық адам жоқ екен дейсің, сосын аздап өмірде
дұрыс жолға түспеген кездер болады адамның. Әуелі сондай болады. Екінші жағдай спорт қойғаннан кейін. Сен баяғың жоқ, өзің нету керек. Өзің алып кетесің. Міне, Шәмелдің басында сол түсіп. Мен кітапта жаздым. Екі адамға қиянат жасалды. Біреу Ғұсман Қасановқа, біреу Шәмел Сейреевке. Екеуі де асылы өлген адамдар. Неге? Сондай адамдар. Жас. Вот мы соны күтпегендігіміз. Спортты қойғаннан кейін шетелдің бір жақсылығы бар. Шетелдігі. Ана қамқорлық жасап, оған жағдай жасап, үй беріп, орналастырып, жұмыс тауып беріп, егер жұмыс істей алмайтын болса, үйретіп етеді. Біздерді қойғаннан кейін өзің жібересің, өзіңмен өзің бол дейді. Құдайға шүкір, біздің басымызда түсіп кетсізді дейді, Құдайға шүкір аман қалдық. Ал үшкемпірдік сол. Дұрыс мектепте берген жоқ андай-мындай. Ол күрестен басқа ештеңе білмейді. Шындалып қаранықты. Кісімен қарым-қатынас жасау, андай-мындай, оны араласқан ештеңе жоқ. Себебі оның барлығы несі сборда жүрді, андай-мындай. Сонда нету керек. Сөйтіп, оны үйге келгеннен кейін әйелі ойлайды, бұрынғыдай ақша жоқ, айқай шығарады, андай-мындай. Ал Аршыл сондай үлкен азамат. Алды да келді, өзіне қолым зады. Мен Ғұсман туралы айтқанымда өнеме айтпайтынмын, жүректен кетті деп. Ал сол неткенің жұмыста жүргеннен кейін жаңағы несін спортшының директор болып жүрген, соны алып тастадым, бірдемесі. Соны ауырды, андай-мындай, сосын бір айтты маған. Өмір сүргім келмейді деді. Соны айтты, Ғұсман шынсың ба? Сен ана балдарыңа үйлендір, сосын келін ал, сосын. Ол құрғыр, бұл осындай жаңағы нәрсе, ана қуады екен адамдың бойында. Шәмелдерді итерген нәрселер. Сен сондай болдың, сен мұндай болдың, сен бүйт өмір сүргенсің, бұның өмірдің не керегі бар деп. Өмірден мән жоғалып кетеді ғой. Мән жоғалып кетеді. Аға өте бір өзекті мәселені қозғадыңыз осы ретте. Енді сіз жаңа проблеманы айтып кеттіңіз ғой. Осындай ситуация әлі күнге дейін бар. Бізде ауыр атлетикада осындай өз-өзіне қол жұмсаған азаматтарды білесіз. Сіз спортшы ретінде өзіңіздің де басыңыздан өтті. Осы спортшылардың спорттық мансабы біткеннен кейін өмірге бейімделуі үшін біздің қоғам, біздің үкімет не істеуі керек? Соған мен алысқа бармай қояйын. Мен жаңағы өзіміздің 60-тың үстіндегі балдарға стипендия алып беретін болдым. Мектепте. Бірақ оның 60-ы барлығы дейтін онша емес. Сондықтан мен бір 15-іне несін біреулер таңдап алдым да екіншіге бөлдім. Тағы да 15-ші тағы да ақшасын деп. Бірақ айттым, ана ақша беретін кісіге расписка ал, ана ақша алған, ертең әңгіме болмасын деп. Бұл мен келешектегі балдарды дайындау үшін. Сосын кейбір спортшылар енді өмірде спортты қояды дегеннен кейін шақырып алып сөйлестім. Сендер енді мұна қазір спортты қояйын деп жатсыңдар, андай-мындай. Бірақ мен өзімнің басымнан өтті. Қазір мен сендерге дәреже не алып бере алмаймын. Себебі мен оған нем жоқ. Бірақ мына стипендияны 2 жылға дейін беріп тұрамын, айтпаймын. Сендер спортты қойғанмен, сен осы уақыттың ішінде жұмыс тауып алыңдар. Сөйтіп, талай спортшыларға көмектестім. Жаңағы спортты қойған адамдарға. Мұна үлкен спортпен айналысқан адамдардың барлығы бір эгоисттер жалпы шыналық қарағанда. Ол өзін жақсы көреді. Бұлар нетіп сондан ар жағын кішкене кейде ойламай қалады. Сондықтан жаңағы еткеннен кейін егер де бір қамқоршы адамдар болмайтын болса, мен жаңағы спортты қойғаннан кейін Кәркен Ақөзов дейтін спорт комитетінің бастығы болды, Октябрь Жарылов дейтін заңы болды. Екеуіме де жақсы достық қарым-қатынаста болды.
Солар айтты маған, мен сен ештеңе де білмейсің. Сен жүгіруді білесің. Сосын ертең сол екеуі бірінен кейін бір қайтыс болды. Біреу авариядан машинаға қағып кетті, біреу онкологический. Екі ағамда содан кейін қорлықты көрдім. Егер де ойлап қарайтын болсаң, сол көмектесейін, андай мындай дейтін адамдар табылмаған кездерде болды. Бұның өзі үлкен трагедия, менің басыма өзімнің басына. Әйтеуір Құдайға жоғалтқан жоқпыз. Әйтеуір нетіп, сол спорт мектебі ашылды осы. Соған Каркен Ахметович Журады горком секретары. Иринский дейтін әйелге тапсырма беріп, тұяқып қаңғырып жоғалтуға болмайды деп. Соған мен тренер болып бардым, сосын старший тренер болдым. Өзімді көрсеттім. Бізде бір жетістікке жеткен ғана спортшылар, олимпиаданың шыңын бағындырған спортшыларға ғана бір қомақты көлемде қаржы береді, үй береді, солай жасап жатады ғой. Бірақ өмірін спортқа арнап, белгілі бір нәтижеге кішкене ғана жетпей қалған, бір еленбей қалған азаматтар өте көп. Көптеген сарапшылар осы спортшыларға стипендия тағайындауды көп құптамайды. Бірақ дегенмен осы ретте сол спортшылар карьерасын аяқтағаннан кейін оларды жұмыспен қамту жағын осы механизмді реттеу керек сияқты. Яғни ол өмірін спортқа арнады, демек оның зейнетке дейінгі де өмірі спортпен байланысты болу керек. Ол бапкер болу керек, ол бір белгілі бір спорт салаларда қызмет жасау керек деген сияқты. Осы бір механизмді мемлекет реттейтін болса, жаңағы сіз айтқан сияқты бір қайғылы оқиғалардың алдын алуға болар ма еді? Енді бұл сұрақ айналайын, объемный, үлкен нәрсе. Жалпы спортшы тек қана спортпен айналысу дейтін ол дұрыс емес. Себебі егерде адам өзінше бір нетіп алатын болса, ол басқа маманда болуы мүмкін. Бізде ондай бар адамдар. Ал егерде сен спорттық мамандық таңдасаң, спортпен айналысқаннан кейін нәтиже көрсеттің. Ал бірақ сен басқа оқуды, мен айтамын осы адамдар спортпен айналысу керек. Айналайындар, сендер ертең тек қана спортпен айналып жүрсіңдер қазір. Енді ол жас балдар ғой көбі. Сендерден ертең керемет үлкен спорт шығады, бәлен қылады, түген қылады деп айтпаймын. Сен азамат болуларың керек. Шофер болуың керек, инженер болуың керек, оқытушы болуың керек, басқа. Сенің басқа білімді алуларың керек. Сондықтан сен тек қана мына спортпен айналысып жүрмін деп, бар екінші жағын ұмытып кетпеулерің керек. Алдарыңда талай белестер бар. Оны жеудің түрлі жолдары бар. Онда жаңағы тек қана алығы ең үлкен спортпен айналысқан адамдардың, үлкен жан спортқа берген адамдарға әрине қамқорлық жасау керек. Екінші жағы үлкен спортпен айналысқан кезге ақша. Үлкен халықаралық жарысқа қатысса ақша төлейді. Сосын әр жерден стипендия аласың. Себебі жаңағы стипендия беру дұрыс емес деген өтірік. Айналайын, сенің оның әке-шешең бар, інілерің бар, қарындас сіңлерің бар, соларға көмектесуің керек. Бұл енді олардың барлығы үлкен спортшыға дейтін қамқоршылық. Ал спортшы сонда осындай қамқоршы болар екендігін білу керек. Сондықтан екінші жағы жаңа білім алу керек, оқу керек, андай. Мысалы шешегенде бір күн нетеді, тренировкаға келмейді дейді, тренер етеді, тренерлер енді прекрасный Никитенко дейтін әйел. Сосын мен спортқа келмей жүр, тренировка деді, шақырып алды. Тек қана қыста чемпионат Азияны ұтқан тек қана. Сосын айттым, сен не адамсың? Осының арқында адам боласың сен. Сен неге қысқа тренировка келмей жүрсің? Қысқа тренировкасыз болмайды, ештеңе де шықпайды.
сол артынан енді олимпийский чемпион қылды. Олимпийский чемпион оңай нәрсе емес қой. Ол тренердің еңбегі, тренердің несі, ақыллығы, қайдары беру керек. Оның барлығы екінші жағы бар, айналайын. Оның бәрін айта беруге болмайды, қазір халық. Әмин аға, сіздің бір көңіліңіздің кеңдігін байқап отырмын енді. Шыны керек қой, бізде бір кейбір азаматтар пендешілікке салынып, өзінің әріптесінің жетістігін көпшілікке жария етпейтін. Сіздің жаңа сұхбатты бастағаннан бері Осман Қосанов деп аузыңыздан тастап отқан жоқсыз. Тіпті оның кісінің атында турнир ұйымдастырған екенсіз. Осы туралы не айтасыз енді? Біреудің жетістігін қызғану қаншалықты дұрыс? Бұл Бізде бір тұңғыштықты қызғанатын әдет бар қазақта. Бұл бар ғой, болады ғой, өсіңгі барлығы жоқ қойсақ. Осман екеуміз бәріміз керемет жақсы дос болдық. Семьямыз дос болды, әкешілеріміз қарым-қатынас жасады. Екінші жаңалық бараса айналайын, мен Османның жарысын үлкен үйлердің арқылы мен бұлай екінші жаңалыққа Османды деп, бұл менің өзім үшін айналайын. Өзім арқылы көрсету арқылы көрдің бе деп. Мен Османның бірінші жазғанда елге барып, Маңғыстауға барып, Атырауға барып, әкімдерге кіріп ақша жинадым. Ондай ғана, бұл Османның жарысын насихаттау. Енді осындай нәрселер дейтіндер, енді бұл өмірде айтатын болсақ, қызғаныш дейтіндер, қызғаныш дейтін ол енді болатын нәрселер ғой, өмірде болатын нәрсе, оны жоқ деп айта болмайды. Бірақ ол дұрыс емес нәрселер ғой, дұрыс емес нәрсе. Азаматтың не айт дейтін, ағайынның аты ұзғанша ауылдасын тайосыз дейтін қазақтың жақсы мақалы бар. Оның ар жағында үлкен нәрселер жатыр. Жаңағы ағайынын салып жіберді, бәлесін салып жіберді дейді. Сондықтан тату болыңыздар, ел аман болсын, ол ағайын емес, ол жерде тұрғанда ауылдас деген уақытта екінші жалпы елдің ар жағында ел тұр. Әмин аға, енді бүгінгі спортқа оралсақ, қазір жеңіл атлетика федерациясында, оның ішінде жүгіруде африкалық легионер қыздарымыз жүр. Оны өзіңіз байқап қалған шығарсыз. Осыған көзқарасыңыз қалай? Оларды шақырудағы тәжірибе жинау ма, әлде тек қана нәтижеге жұмыс жасау ма? Осыдан бірнеше жыл бұрын сұрақ қойылды ма басқалар? Соған да керек мен қарсы болдым. Неге футболдан осындай тренерлер шақырамыз деп. Сосын Астана дейтін клуб бар, қанша миллионнан ақша кетеді. Сосын ойлап, енді мына қыздар туралы. Қара қыздар. Қара қыздар. Қара қыздарымыз туралы деткенде бізге мына үкімет тарапынан әр командаға тапсырма беріледі. Сендер олимпиадаға бәленші спортшы болу керек, призер анда-мында жұмыс жасау керек. Ал спортшыларды қалай дайындаймыз? Қазір осындай керемет Рыпаковадан басқа ешкім жоқ. Рыпакованы қалай дайындаймыз қалғандарын? Хорошо, что тройной прыжоктың тағы бір қыздар бар, қазір шығып атқан андай-мында балдар. Сондықтан пример болсын. Ақша шығып аты шығып жасыратын несі бар. Бірақ көмектесейік. Ақшада. Оның ақшасын екінші шығарып атқан жағдайлар бар, о тапқаннан бір бизнесмендер көмектесіп атқан. Ол тек қана үкімет тарапынан беріліп атқан ақша емес, екінші жерде Ахметовтың өзінің көмегі бар. Ахметовтың қолтаңбасы дейсіз ғой? Ол неден Восточный Казахстанда үлкен елдер бар, өнеркәсіп бар, андай-мындай бар. Ол өзін, сондықтан басталған ісін жоғалтпау үшін қазір
сол неге федерацияда Мұны аға дұрыс деп бағалайсыз ба, бұрыс деп бағалайсыз ба? мен дұрыс деп бағалаймын. Дұрыс деп бағалайсыз. Дұрыс деп бағалаймын. Себебі? Себебі премьер алады, балдар осы Тәжірибе жинайды. Балалардан көреді, андай мындай. Әмин аға, енді сіздің кезіңіздегі жүгірдіңіз, қанша чемпион болдыңыз, қандай бір қолдау сыйақы болды ма? Қазіргі спортшылар мысалы олимпиададан бізде бір 250 мың доллардың көлемінде сыйақы алады. Айналайын, біздерге азғандайға бірдеме беретінді. Мотивіңіз қандай болды сіздің жүгіргедегі? Ең ішіндегі үлкен нәрсе, вообще қай уақыттарда капитализм мен социализмнің жарысы жүріп жатты ғой. Біздің уақытымыздағы ең бірінші жау американецтер. Қарсыласымызда андай мындай. Сол жарыс өтердің алдында орталық комитет бізді шақырады. Ол уақытта Ильич өтпейтін болды, по идеологической работе. Сол айтады, сендер қатысасыз, біздің жаңағы жеңіл атлетиканың 40-тың үстінде тұратын үлкен түрі бар. Барлық. Егер де американецтен ұтатын болсақ, жарыс өткіземіз. Ал егер де ұталмайтын болсаңдар, біз сылтау тауып өткізбейміз дейді. Егер ұтатын болсаңдар, сендерге қомақты ақша береміз. Көмектесеміз. Соған американецтердің бітісін шығардық қой. Ұтты емес, кім рекорд қой 60-шы жылы 1 миллиондай. Хрущевтің өзі қатысып отырды. Сол есінде тұрды ма? Жоқ қой, соған айтады отқаны. Соған ештеңе жоқ. Сосын жалпы біздің командамыз бар, өзіміздің комсомол комитетінің несі бар, капитан команда бар. Соған бір күні жиналып алдық та. Терроризм дейтін ұзындыққа секіретін жігіт, капитан команда наш. Соған жаңа бізге берілетін ақшаны барлығын Вьетнамға ауыстырсын. Ол уақытта Вьетнам мен США-ның арасы соғыс жүріп жатыр деді. Соған не керек, азғантай бірдеме берді, айналайын. Қазіргі дейтін, қазіргі дейтіндер құдайға шүкір, үлкен жарысқа өтсең, үлкен бар квартира береді. Енді спортшыдан тұлғалыққа жеткен азаматтар аз ғой. Ол мысалға қандай азаматтар бар? Чемпион болған азамат бар, мәселен 2008 жылғы олимпиадада. Бірақ қазір елдің ішінде атақ абыройы жоқ, ол өз-өзін құртып алды. Енді сіз бір ел сыйлайтын бір тұлғалыққа өзіңіздің ерік жігеріңізбен, мінезіңізбен жеттіңіз деп ойлаймын. Енді спорт тақырыбын қоя тұрып, аға, өзіңіз бір сұхбатыңызды айтасыз. Осы спорт арқылы мен танымал тұлғалармен араластым деп. Кімдермен араластыңыз? Және қателеспесем, Нұрғиса Тілендиевпен де араластым деп айтасыз. Нұрғиса аға туралы, ағамыз туралы естелік айта аласыз ба? Ой, айналайын, мен таңертең кешке дейін дайым. Енді мұны 1962 жыл Москва Қайрат командасы тренировочный сбор өткізу керек. Марттың ба екен, апрельдің аяғы ба екен. Тарасов дейтін жер бар. Жаңа Спартак футболдың клубтың тренировка жасайтын жер. Соған келдік деп, Тимур Сегізбаев, Есенбеков дейтін, Сайлаубек дейтін жігіттеріміз араласып жүргенбіз. Сосын Ғұсман екеуміз сборда жүрдік. Сосын екеуміз электричкаға отырдық та Тарасовкаға бардық. Барсақ екі кісі тұр. Біреуі ұзын бойлы, басында шляпа, үстінде плащ. Галстук таққан әдемі кісі. Қасында одан кіші төмендеу, аздап бетін ұр екі кісі тұр. Біреуі Тәкен Әлімқұлов екен. Қазақстанның Россиядағы екінші біз Нұрекең. Келіңдер деді, кімсіңдер? Сосын екеуміз айттық. Ой, деп бауырым деп, Тәкен аға Кербез ағын ғой. Кербез деу кісі, жүріс тұрсын. Ол кішкене нейлеу, ана кісі бауырын алып. Біз Украинаға сесінде жеңгеңмен тұрып жатырмыз. Елден келген қазы қарта бар. Ой, рахмет, өлен түген.
міне сол 62-ші жылдан бастап нұрекеңмен дос болдым. Вот, көшеде былай кездесеміз, больницада бірге кездесеміз, андай-мындай. Бір күн таңертең айналайын спортпен айналысып жүріп, қаңғырып жүріп, кеш үйлендім. Соған бір қызым бар, таңертең анау магазин астарында қазақ детсаты болды. Соған апарып тастаймын. Сағат 7-тен кейін. Өзім сағат 8-де тренировкам бар. Магазинде. Сол остановкаға келіп тұрсам, кім тұр? Нұрекең. Ассалаумағалейкум, Нұрекең, кеттік деді. Ойбай, Нұрекең, қайда кеттік? Тауға кеттік. Тауда не жоғалттық? Енді әзілсе беретінбіз өліп. Мен саған не айтып тұрмын деді. Ойбай, мен тренировкаға барып дейін. Тасырау берейін. Тимирязевтің Байзақовада қысқы менеджер ғой енді. Соған келіп тасырма берді. Тасырма шығып, Батаревский бульвардың үстінде айналайын айветте пивнушка бар. Сол пивнушкаға бардық. Сөйтсек бір жігіт келді. История жігіт еді. Жалпы. Сөйтсек оның сумбысының ішінде бір бөтелке арақ бар екен. Сол арақ іштік. Сосын тағы бір жүрдік қой. Сосын неге екен, енді саған не болып қалды дедім. Мен елуге келіп едім деді. Соған кімді Ғабит Мүсірепті шақырғам, Ғабит Мүсіреп келмей қойды. Кеше Төлебаеваның бұрышында композитордың үйі бар. Сонда бильярдный үйі бар. Соған барсам, Ғабекең тұр екен. Бала келді шақырып алды. Саған бара алмай қалдым, бармаған себебім осындай. Бар магазинге жүрді. Ол уақытта арақ жоқ, қиын болады. Соған керек таңға дейін бильярд ойнайық дейді ғой. Содан кейін керек ағамызбенен талай кездестік. Бәлісі де бірге жатамыз. Кейде мені жұмсайтын жағдай бар. Ондасамыз Қажымхан қоры ашылып, соған Қыдырбек бар, Бауыржан бар, барып бесплатный концерт берді, оркестрді алып келді. Ағамызбенен сондай дос болдық. Ол сен жаңа айтып отырсың. Барып жерледім, қатысты жерлеуге қатысты. Сол бір нені айтсаңыз, құстарға айтып барадыны. Сосын оның алдына жаңағы айтатын. Соған кешке үйіне алып бардым ғой. Соған Дариға ғой деймін. Дақа тағы бөтелке аштым. Үйге телефон соқтым. Балдары десеттен өзім алатын едім, мен ұмыттым ғой. Сосын айттым, Нұреке, біздің ауылда Өмірзақ дейтін кісі болды, аяғын башырмағымен тартатын еді. Мен де тартамын деп носкиін шеше бастады. Сосын ағаң айтты, ұят қойды. Сосын екі домбырамен тартады. Не керек? Біраз арақ күй тартты. Ал енді олармен қоя тұрайық. Сосын жерлеуге қатыстым дедің ғой. Бардым, Жамбылдың қасына жерлеген екен. Талай жылдар өтті, соғанын бері басына бара алмай жүрдім. Жақында осы құдам бар, сол жақта Қаскелеңде жұмыс істейді, врач. Үйде тұрған уақытта Нұрекеңмен дос болғанымды айтып отырдым. Апырмаймын, Нұрекеңнің алдында кешірім сұрадым. Бара алмай жүрмін дедім. Соған бір күн келіп отыр. Мен сізді Жамбыл музейіне апарайын деп едім. Соған музейге бардық. Құран оқыдық. Басына бардық. Нұрекеңнен кешірім сұрадым, Нұрекең, сен басына келдіңді біраз жылдан деп. Вот өмірде айналайын сондай Нұрекеңмен. Сосын шерағыңмен дос болдым. Құдалық немере інісі Бажанмен. Біздің үйімізде қонақта болды. Олардың үйінде талай қонақта болды.
Что? Аға, енді сұхбатымыздың соңына келіп қалдық. Енді сізден бір осы сұрақты бәрі күтеді деп ойлаймын. Енді белгілі марафоншы азаматымыз бар. Жыланбаев Марат деген кісі. Қазір бір түрмеде отыр. Осы кісі туралы не айтасыз? Вот міне осындай сұрақтардың біреуі деп ойлаймын. Сендер Жыланбаевтың кім екенін білмейсіздер. Сендердің жайларыңыз әр жерде айтып отқан құмда дауысқа жүгіріп, қасыққа жүрген. Оны. Мен мысалы сенбеймін. Марафон болды дейтін Жыланбаев еш уақытта біздің Қазақстанның календарында, Қазақстанның несінде марафоншы болды деген Жыланбаев дейтін болған жоқ. Оны қалай шыққанын білмейміз. Бізге келеді, маған стипендия бер дейді. Мен саған не деп беремін стипендияны? Қай жылы? Сол өзің жүгіріп қойып жүрген кезде бір жерде. Сосын саған қалай деп беремін, мен білмеймін. Бізде бір календарда жоқ. Бір жерде жүгіргенім, Қазақстанда қай жерде жүгірдің? Бір. Екінші. Шетелде қай жерде жүгірдің? Не бар ма? Протокол бірдеме болу керек. Осылардың бәрі. Сосын оның былай сөйлесіп қарасаң, қазақшалық ештеңе шығады. Қазақша ешқандай ештеңе білмейді. Сосын мен сөйлесіп нету үшін біраз сөйлестім ғой, толкать етіп әдейі. Сосын бір соңғы кезде бір жерде кездескенде, сосын мен Тоқаевтарды біреулерді жүгіртуге бірдеме дейді. Поэтому вот серияны басқа адам таба алмады ма? Сөз не получится, кроме тебя. Сондықтан бұл дейтін жасалып жүрген бір пиар. Оны біреу толкать етіп жүрген. Менің ойым. Бұның айналасына дейтін қазір шетелдердегі нетке шыққан кейбір журналистер бірдеме жазып жүрген. Егер де бұл как Жыланбаев дейтін үлкен спортшы бар екендігін мен білмеймін. Себебі біздер дейтін бізде жастар шықпай жатқан жігіттер болатын болса, бәленші барлық списоктер бар бізде. Ал Жыланбаев бәленші жүгірді дейтін. Марафондардың тәртібі басқалай емес па? Тәртібі ешқандай жоқ. Біз шетелге шығатын үлкен жарыстар болатын болса, через федерация арқылы шығамыз. Тек қана федерация арқылы. Рұқсат етілетіні, қайда еткені. Ол енді мысалы біздің деректерде Гиннес рекордтарына күткен шөлді. Гиннес қайда жүгірген ол? Қай жерде мен білмеймін. Сізге протокол ұсынған жоқ? Жоқ, ешқандай жоқ. Сізбен кездесу қай уақытта болған еді? Жылдар шамамен. Білмеймін, қай жылдар. Ол 2000 жылдардың айналасы болды. Соған дейін болған нәрсе болды. 91-де меші жылдар болған болды. Жақсы. Оны мен осы Жыланбаев туралы өткеннен кейін ойлаймын, неге соншама осы дүниежүзілік рекордсыз қаяқта оны ұшпары дейтін бір не бар. Африка неге шығады, Антарктидаға мұзбенен. Солай өзінің баласы ұйымдастырып жүрді ұшпараны. Сол ұшпараны ұйымдастырып жүргені бұл. Қайдан тапқанын білмеймін, бұны қалай марафонға өткен, қай жерде шықты, қайдан шыққан адам жалпы. Міне осы Жыланбаев туралы қазіргі әр жерде керемет, отаншыл адам дейді, мен оны отаншылдығын ар жағынан көріп жүрген ештеңем жоқ. Сөйлеген сөздерінен андайын жынды адамның сөзі сияқты. Жақсы. Аға, сізге қойылмаған қандай сұрақ қалды? Айтылмаған не айтқыңыз келіп еді? Айтылмаған сұрақтар дейтіндер ол көп қой. Ол өмірде сұрақтар таусылмайды. Бұл спорт дейтіннің өзі бір үлкен нәрсе. 1993 жылы неде Ақтауда қашаған туралы не болды. Жөлі жылдағы. Соны Седақбат Бердіқұлов барды. Соны Седақбат Бердіқұлов барғаннан кейін банкет болды. Банкет болғаннан кейін Седақбат аға сөйледі. Сонда Седақбат Бердіқұловтың айтқан сөзі.
қалайық деді, сіздер өздеріңнің адамдары сенім айта екенсіздер деді. Мына төрде мен отыруым керек емес деді. Мен тұяқып отыру керек еді. Міне Сейдағаңның дейтін азаматтық. Әмин аға, енді сол Сейдахмет Бердіқұл бекер аузыңызға түскен жоқ деп ойлаймын. Бүгін осы сұхбатқа себепкер болған азамат, сол Сейдағалардың бүгінгі ізбасары Серік деген ініңіз келіп отыр. Бүгінгі сізбен сұхбатқа себепкер болған осы жігіт. Өзінің бір сізге деген ілтипаты бар. Ой, айналайын. Серік деген ініңіз спорт журналисі. Талай жерден айналайын шапан киіп жүрмін ғой. Бұл шапанның жоны бөлек. Рахмет. Вот міне үлкейгеннен кейін андай кішкене басы ауырып балтыр істеп жүрген уақытта рахмет. Спортшыдан тұлғалыққа, үлкен азаматтыққа жеткен азаматсыз. Сізді бүкіл қазақ сыйлайды. Бүгінде міне сіздің бір қазақы дәстүрмен алдыңызға келіп отырмыз. Енді жастарға өзіңіздің өсиетіңізді айтып жіберсеңіз, сонымен бағдарламамызды аяқтасақ. Сіздердің бауырларым, үлкен спорттың арқасында жаңа айтып кеткендей елге белгілі болдым. Ел үшін жұмыс жасап елдің сыйлығын көрдім. Міне бүгін сіздер келіп отырсыздар. Көп рахмет. Мен қай уақытта айтамын, қоғам жақсы болу үшін қоғамды тірейтін азаматтар болу керек. Міне сол азаматтардың өзі біреулер өздерсіздер. Еліміз араласып, міне уақыт тауып 90-ға келген Әмен Тұяқовтың үйіне келіп, жақсылық тілеп, елбасында елде бар. Баяғы кезде бір айтылған Тұяқов әлі бар ма екен, жоқ па екен деп. Сондықтан Тұяқовтың бар екендігін көрсетіп жатсыңдар. Жандарыңыз жамандық көрмесін. Құдай қолдай берсін. Істеген жұмыстарыңыз берекелі болсын. Елде, халықтың алдында осындай үлкен азаматтарды насихаттап, бар екендігін білдіріп, тіршілігін көрсетіп жасыңдар. Құдай Алла Тағала, Құдай біздерді жақсы көріп, аманшылық жасылықта келсін. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Алайда чай ішіндірік